Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендерім, мен арнама қош келіпсіздер. Мерекелік дастарханның сәнін келтіретін, нәзік, дәмді болып шығатын мимоза салатын дайындаймыз. Өзіңіздің және қонақтарыңыздың көңілінен шығатынына сенімдімін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дайындаған болсаңыздар, ойыңызбен бөлісе кетіңіздер. Сәбіз, жұмыртқа және картопты қайнатып аламыз. Піскен картопымызды терканың үлкен тесігінен өткіземіз. Салатымыз әдемі болып шығу үшін үлкен тарелкаға тортқа арналған форманы туралап қойып, картошкамызды саламыз. Қасықпен картопты біркелкі қылып жайып шығамыз. Егерде форма болмаған жағдайда формасызды өзіңіз қасықпен туралап қойсаңыздар болады. Салатымызға бір банка консервіленген сардина керек болады. Сардина ғана емес, қалаған кез келген балықты консервіні қолдансаңыздар болады. Консервіні вилкамен езіп шығамыз. Сардинаның майын төгіп тастамай, кішкене бөлігін қосып араластырамыз. Картопымыздың үстіне де сардинаның майын кішкене құйып шығамыз, сонда салатымыз шырынды, дәмді болып шығады. Картоптың үстіне майонезді жағып шығамыз. Майонездің мөлшерін өзіңіздің талғамыңызға қарай қосасыздар. Келесі кезекте езіп дайындап қойған сардинамызды қойып, жайып шығамыз. Сондай-ақ салатымызға пияздың жарты бөлігі қажет болады. Мен салатқа арналған ақ пиязды таңдадым. Сондай-ақ қызыл немесе кәдімгі пиязды қолдансаңыздар да болады. Қызыл немесе кәдімгі пиязды қолдансаңыздар, пияздың аштығын кетіру үшін маринадтап қою керек болады. Маринадқа су және уксус қажет болады. Салатқа арналған ақ пиязды алсаңыздар, оны маринадтаудың қажеті жоқ. Пиязды майдалап төртбұрыштап турап, сардинаның үстіне қойып шығамыз. Қайнатылған жұмыртқаларды ортасынан екіге бөліп, ағы мен сарысын бөліп аламыз. Жұмыртқаның ағын майда теркадан өткіземіз. Жұмыртқаның ағын салатымыздың келесі қатары қылып қойып, жайып шығамыз. Жұмыртқаны кішкене тұздаймыз. Майонезді құйып шығамыз. Сәбізді де үлкен теркадан өткізіп, жұмыртқаның үстіне қойып, жайып шығамыз. Картоп пен сәбіз тұздалған суда қайнағандықтан қосымша тұздаған жоқпын. Сәбіздің үстінен де майонез құйып шығамыз. Ендігі кезекте жұмыртқаның сарысын кішкентай теркадан өткіземіз. Сәбізді толығымен жауып тұратындай қылып, жұмыртқаның сарысын сеуіп шығамыз. Осымен салатымыз дайын болды. Егерде бірден дастарханға ұсынатын болсаңыздар, формасынан шығарамыз. Егерде дастарханға кейінірек қоятын болсаңыздар, жұмыртқаның сарысы желденіп қалмау үшін формасынан шығармай, пакетпен жауып, холодильникке алып қойыңыздар. Егерде видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Арнама жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.